Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге Тока Лайф анасы көпбалалы отбасы 4-ші серия. Ең алдымен видео басталмас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Ендеше біз бастаймыз. Кеш болды, сағат 6. Ой, бүгін 6 сабақ ауыр болды өте. Я, шынымен де. Айтпаңдар қыздар. Кеттік онда кішкене барып демала тұрайықшы. Я, солға. Жүріңдер. Так, ешқандай тамақ жоқ па не үйде? Ну, білмем. Мынау кім? Тоқтаңдар, мұна біреуге ұқсайды екен. Я, менің де айтқым келгені осы. Мен танымай тұрмын. Бұл Ербақыт ағамыз ғой. Тыныш ұйықтап жатыр, кеттік. Ербақыт ағамыз екен, не үшін келді бұл жерге? Я, шынымен де, не үшін келді бұл жерге? Ал үйдегілер қайда? Ұйықтап жатырған шығар. Я, ұйықтап жатыр екен ғой. Так, жаймен барып қойыңдар да, және жатыңдар. Мен жатам. Жарайды. Тыныш. Жай ұйықтайын. Мен сағат 6 болған ба не? Кеш болып кетіпті ғой. Жарайды онда. Бәрі ұйықтап жатыр ма? Балалар, тұрыңдар. Сағат 6 болды. Кешкісін ұйықтауға болмайды. Біз сабақтан енді келдік қой. Енді ұйықтағымыз келіп жатырса. Ұйықтамайсыңдар. Бір жолата ұйықтайсыңдар. Жарайды. Айтпашы, сендер Ербақыт ағамызды көрдіңдер ма? Я, көрдік қой. Танымай қалдым ғой. Я, мен де танымай қалғанмын. Қазір мен басқаларды айтайын. Балалар, тұрыңдар. Аруна, тұрыңдар. Саида ше. Саида. Не болды, әпке? Тұрсаңдаршы, сағат кешке ұйықтауға болмайды. Жарайды. Әпке, осы кім? Ербақыт ағаларың ғой, сендер білмейсіңдер ма не? Білмейсің, Нұрдәулет айтты маған. Не болды, тас қараңғыда өмір сүріп жатырық па, свет қоссаңдаршы? Міне, кім сендерге свет қос деп айтты, Енді біз тас қараңғыда отырамыз ба? Маған бәрібір, мен ұйықтап жатырмын. Бізге де бәрібір. Ал біз отырмыз. Көресіңдер әлі. Қараш мыналардың, дымға қонаққа әдеттіңіз. Тіпше қонақ жайлығы жоқ. Так, маған кету керек. Аға, қайда барасыз? Шаруаларым бар. Арсен, қайда барасың? Мен достармен кездесуге барамын. Жарайды, бірақ анамыз айтқандай сағат 10-нан кешігуші болма. Я, бірақ ұлмын ғой. Бар, Мадинаны айтып келейінші. Мадина, тұра ғой. Кеш болды уже, жарай ма? Ұйықтауға болмайды. Жарайды. Әпкелерім келіпті ғой. Ал енді не істейміз? Мен барып душқа түсіп аламын. Бір ұйқы бермедіңдер ғой, не тынышталып отырсаңдар болмай ма? Ербақыт аға не болып қалды? Айқайлап соншама. Не болып қалды дегеніңіз? Бірінші, іні сіңілдеріңе қарап отыр дұрыстап. Дымда қонақтарға қонақ жайлығы жоқ. Біріншіден, сіз біздің үйімізде тұрып жатырсыз, түсінікті ме? Қараш мына. Кеттік, телевизор көрейік. Так, жүр. Одан да екеуміз тобын етірек.
Давай баскетбол, қуала мені. Туф, мыналардай. Қандаймыз, айтыңдаршы. Әпке, бір қонақжайлығымызды да көрсетпедік қой. Енді өзінің күнәсі ғой. Өзі кеп айқарап тұр ғой бірінші. Бірақ сендердікі де дұрыс. Жарайды. Енді бізге ол күн көрсетпейтін сияқты. Сондықтан да бір план ойластыру керек. Қандай план ойластырамыз? Шынымен мен де келісемін, қандай план ойластырамыз? Так, тыңдаңдар. Өте керемет план екен. Менің пландарым өте керемет қой. Әпке, өте керемет. Ал менше? Сен ешкімге айтып қойма, жарай ма? Жарайды, әпке. Ол кісі маған ұнамайды. Так, мына чемоданнан бір нәрсе шықырлап жатыр. Әпке, не болып қалды екен? Оның ішінде не бар? Не болып қалды деген ес? Мен чемоданым ғой бұл. Теспеңдер оған. Бұл менікі. Не таңғалып отырсыңдар? Мен сендерге бағанаған айтқан жоқпын ба теспеңдер деп? Ашқан жоқсыңдар ма? Жоқ, ашқан жоқпыз. Ашқан жоқпыз. Аны жаққа барыңдар. Жарайды. Бұлар менен лақ көреді. Жарайды, сап қояйын. Біреулер көрмей тұрған кезде. Не болды, бұл менің телефоным шырылдап жатқан? Ештеңе, біз ойнап жүрміз. Не әлі таңғалып тұрсыңдар, бұл менің телефоным. Ұстамаңдар менің чемоданымды. Мына бөлме не екен, күшті. Не отыр айқайласып, мына яқтың бәрінде? Не отыр мына жақта айқайласып? Анау. Кім анау, сіз айтып отқан жоқ мен? Енді кімді айтып отсың? Ержанды ғой, Ержанды. Маше. Ой, зарплатамыз түсіп күшті болды, Ой, Қыздарың қайда екен, неге келмей жатыр? Сол ғой. Бержан, Сержан, Ержан қалайсыңдар? Жақсы, мама. Жақсы. Сіздер айлы қалыпсыздар ғой? Балам, айлы қалдық. Күшті ғой? Мәссаған, ұнашым, айлы қалдыңыздар ма? Айлы қалдық. Мен де айлы қалдым. Ой, күшті болды ғой. Продукт алатын болдық, киім кешек алатын болдық. Қызым. Мынау кім? Сәлеметсіз бе? Мен ғой, Ербақыт. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ербақыт, не істеушісің сен, Алматыда? Мен ба? Мен просто жай сіздердің үйлеріңізге келгем ғой. Қалай тауып алың адресті? Ата-анам айтқан. Жақсы болыпты, төрлет. Неге саған мына жаққа салып берген төсекті? Өзім салып алғам ғой, жата берем сол жақта. Жарайды. Бөйбе, сен де айтпақсың звондап. Тегі. Сол ғой, шай дайындап күтіп алатын едік қой. Керек емес. Просто келгем ғой. Жұмыс іздеуге. Ой, дұрыс. Мына ақшаларды ұрлап алу керекпін ғой. Не дейсің? Ештеңе. Бопты онда.
жүр. Ақшаларды мұнда қойып келек. Қарап тұрайын. Так, мұнда ақшаларды ара қоя салайық. Ешкім ұрламайды ғой, по-любому. Иә. Қазір не бар ма? Ақша... Тамақ бар ма? Жоқ тамақ. Блин, ол тапсырыс бере саламыз ау деймін. Иә, онда тапсырыс бере салайық. Алып кетмей звондайын. Алло? Иә. Сіз неге өйтіп аңдып тұрсыз, а? Ой, жоқ, мен аңдып тұрған жоқ. Просто мен ұйықтаймын. Что-то осы бір түрлі бар ғой. Аха, жарайды. 30 минутте келеді, иә? Маман не келеді? Тапсырыс қой. Ура! Фастфуд жейміз ба? Иә, солай. Ура! Так. Тук. Әне келген сияқты ғой. Бар, келген. Сәлеметсіз бе? Так. Міне. Дұрыс. Қазір ақшасын әке төлейді. Так, бар, берейін ақшасын. Сәлеметсіз бе? Мәңіз. Рахмет. Ал ас болсын барлықтарыңа. Әдемілеп тұрып тамақтанып алыңдар бургермен. Иә, рахмет. Рахмет, інішім. Рахмет. Ой, тамаша кеш өтті ғой. Сок. Тәтті екен. Қалайсыңдар, қыздар? Жақсы. Біз сенсіз уже бургермен сок шывардық қой. Мә, күшті қалдырмайсыңдар ма? Білмеймін. Сөйтіп тапсырыс берген ғой. Жарайды, қайырлы түн барлықтарыңызға. Қайырлы түн. Қайырлы түн, әпке. Ой, тыныш. Жай бару керек. Мен ақшаны ұрлау керекпін. Ақша керек маған қазір. Так. Жай бару керек. Кім жүр мұнда? Жүрген сияқты болды маған біреу. Анау тұрған сияқты ғой. Қазір кішкене 30 минут отыра тұрайын. Бір байқап қалады екен да осы кезде. Мен білемін бұны. Мен тып-тыныш ояу жату керекпін. Так, 30 минут өткен сияқты. Барып тезірек ақшаны ұрлау керекпін. Тек тыныш. Алып үлгеру керекпін тезірек. Сен не істеп жүрсің мұнда? Мам! Жоқ тек айтпа. Мама! Ау, қызым, не болды? Қараңыз, сіздің ақшаңызды ұрлайын деп жүр. Не? Сенің қалайша дәтің барады, а? Не үшін ұрлайын деп жүрсің ол ақшаны? Кешіріңізші. Неге керек болды ол ақша? Сұрасаң беретін едік қой. Кешіріңізші. Мен оның жауабын айта алмаймын. Мен ұйықтаймын. Не? Маңду керек сияқты. Жарайды, ұйықтайын. Ертең азымды шешем. Достар, осымен біздің яғни 4-ші серия аяқталды. 5-ші серия тез шықсын десеңіздер, онда лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздерге көп рахмет. Уже 72 подписчик болды. Давайте 100 подписчикке жеткізіп тастайық. Ал біз өте